Сәлем баршаға. Бүгін қазақ тіліне ең жақын тілдердің бірі өзбек тіліндегі математикалық терминдерді қаншалықты түсінетінімізді сізбен бірге талдаймыз. Сондықтан видеоға лайк қойып, соңына дейін қараңыз. Ал біз кеттік. Сонымен осы кітапты ашып көрейік. Авторлары Вафоев, Вафоева дейтін осы бір-біріне туысқан кісілер болу керек. Арифметика, рационал сандар, сандар оқы, яғни ойысты оқ деп айтқан болу керек. Мусбат ва манфи сандар, оң сандар, теріс сандар. Арабшаға ұқсайды екен, иә, сөздері. Натурал сандар, тақ ва жуфт сандар. Тақ және де жұп сандар. Одан кейін туп сандар. Бірге ва өзіге, яғни бірге және өзіне бөлінетін натурал сандарға айтылады дейді. Бізде ол сандарды жай сандар деп айтамыз. Жай болмайтын сандарды біз құрама сан деп айтамыз. Олар оны мураккаб сандар деп айтады екен. Бірге өзге ва башқа, яғни басқа сандарға бөлінетін оң сандарды, мусбат сандарға қандай бүтін. 4, 6, 8 осындай. Ең қатты умуми бөлікча дейді. Бұл біздегі ең үлкен ортақ бөлгіш. Умуми ортақ деген сөз болып тұр ғой, сондай. Ең кіші ортақ еселікті ол кісілер ең кішік умуми кәррәлісі, яғни кәррә, кере деп қолданатын тілдер бар. Кәррә, яғни еселік. Басқа натурал санның натурал бөлуші, яғни бөлгіштерінің сандарын анықтау. Жақын екен. Кәсір санлар. Кәсір деп сурат ва махраджға еге болған санларға айтылады. Бұл біздегі бөлшекті кәсір деп айтады екен. Алымы сурат, бөлімін махрадж дейді. Окей. Алди расылар, яғни кәсірлер деп қате кеткен сияқты. Алди деп дұрыс бөлшек, яғни сураты махрадждан кіші дейді. Алымы бөлімнен кіші дейді. Но тоғыры кәсірлер, яғни дұрыс емес бөлшекті бұрыс бөлшек дейді. Тоғыры деген, яғни дұрыс, но, яғни дұрыс емес, но тоғыры. Аралас сандарың, аралаш кәсірлер, ондық бөлшектерің, онлы кәсірлер, ондық периодтық деп айтамыз, олар дәври кәсірлер деп айтады екен. Бірден бастап n-ге шейінгі барлық сандарды көбейткенде шығатын нөлдердің санын анықтайтын формула осы. Бізде ништа көп кездеседі. Яғни 37-ні 5-ке бөлем, 7,1 шығады. Соның бүтін бөлігін ғана алам, 7. 37-ні 25-ке бөлем, бүтін бөлігі 1 бөлшек керек жоқ. Мынадан 0 шығады. Оны ары қарай 625 деп ары қарай жалғастырудың қажеті жоқ. Сонда 1-ден 37-ге шейін көбейтсем, 8 0 шығатынын осылай тапсақ болады дейді. Сау болыңыздар. Сіздермен болған мен, Қанат ағай.